94 жылы осында жұмыс іздеп Екібасқа келіп, Екібастан сол темір жолға жұмысқа орналасып, солтүстік кешені мұнда осы соған жұмысқа орналастып, содан жай қатарлы жұмыскерлері болып, содан бригадирім Бисаров Алмаз деген жігіт, содан тәлім алдық, содан үйреніп, ол экскаваторға оқуға кетті де, соның орнына мені бригадир қып қойды. Содан 5 жылдан кейін сол бригадир қызмет атқарып жүрдім осы темір жолда. Осы біздің жұмыс сол ауыр, шпал ауыстыру, чтоб мына жүріп жатқан пойыздардың барлығы чтоб аварийсіз, сол үшін осы обслуживаниеде жүрміз, тексеріп. Бұл қызмет өзіме ұнады. Енді содан келгеннен осында еңбек тауып, жұмыс істеп, және де қасымдағы жолдастарым да бірге істейтін жігіттер жолдас сияқты болып, өзім жақын. Содан осы жерде біз осы әлі еңбек етіп жатырмыз. Мына темір жолда бірінші салғаннан кейін оны мына шебіменен көмгеннен кейін оны көтеру керек. Уровеньмен. Әйтпесе ол пойыздар құлап қалуы да мүмкін. Сол үшін де бұл техника соған бейімделген техника. Өзі соны көтеріп, жаңа берген командалар ол біреу көтер. Мынау көтер дегені, мынау түсір дегені. Сосын жаңа берген команда мынау алға жүру деген, мынау артқа жүр деген, айналдырған ол тоқта деген сигналды білдіреді. Осының арқасында осы қаладан үй алдым. Осында тұрмыз, осында үйленіп, семьям бар, балаларымды бәрін осымен оқытып. Бұл бала аты Әли, Тұрсын Әли Нұрланұлы. Әскер қатарынан келгеннен кейін осында жұмыс орналастырдым. Өзімнің артымнан еребес. Бұл жердің жұмыс ұнағаннан кейін, содан кейін айтып отыр. Соны менің ақылымды тыңдап осында келіп түсті.